Сәлем қыздар, бүгінгі мастер-класста осындай әдемі жастықтың құрақ блогын тігіп үйренеміз. Материалға түріктің сары және жасыл түсті матовый велюрін таңдадым. Ең бірінші бізге астар мата қажет болады. Астар матамыздың осылай бүктеп немесе сызып ортасын тауып аламыз. Және де 4×4 мата көздері, лентаның ені 3 см. Ең алдымен сары түсті төрт бұрышымызды алып, жан-жағын айналдырып бекітіп тігіп шығамыз. Тігіп болған соң, жан-жағын айналдырып жасыл түсті матамен тағы да тігіп шығамыз. Жалпы айналдыра лентаны тіккен кезде түгі төмен қарап тұру керек. Байқағандарыңыздай мата түсін құбылтады және де түгінің төмен жоғары қарап тұрғанын қолмен сипағанда анық байқалады. Шетін айналдыра тігіп болған соң 4×4 көздерімізді алып, төрт бұрышына да тігіп бірдей етіп тігіп шығамыз. Және де құрақтарыңыз түзу әдемі шығу үшін бұрыштардың сәйкес келуін қадағалаңыздар. Видеода көрсетілгендей тігістен 1-2 мм қалдырып қырқып алып тастаңыздар. Себебі қалың болған сайын бытовой машина болғандықтан тігуге қиын болады. Әрі қарай шетін айналдыра жасыл лентамен тігіп шығамыз. Және де сары көздеріміз тігеміз төрт бұрышына. Дәл осылай астар матамыз біткенше тігіп шығамыз. Құрағымызды тігіп болған соң, төрт бұрышында айналдыра тігіп шығамыз және де артық маталарды қырқып тастаймыз. Міне осымен біздің құрақ блогымыз дайын. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Егер де сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне қалдырыңыздар және де каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Дана. Алдағы уақытта әртүрлі пайдалы мастер-класстармен бөлісетін боламын.